Арыс қалалық білім бөліміне қарасты аймақта жалпы саны 37 мектеп болса, жазғы маусымда аталмыш білім мекемелері толығымен ағымдағы жөндеуден өтуде. Яғни бүгінде оқу ордалары жаңа оқу жылына дайын. Айталық 950 оқушы білім алатын Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясын ағымдағы жөндеуден өткізу жұмыстары бүгінде аяқталуға жақын. Ең бастысы мектеп әктеу сырлаудан өтсе, білім мекемесі биыл оқу процесіне қажетті бірқатар жабдықтармен де қамтамасыз етілген. Осылай деген мектеп гимназия директоры Бағила Керімбекқызы биыл мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша көрсеткіші де жоғары болғандығын айтады. Арыс қаласы бойынша үздік білім мекемелерінің бірі болып табылатын оқу ордасы жаңа оқу жылына сақадай сай деуге болады. Биылғы 2023-2024 оқу жылына дайындығымыз ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталуда. Оған қоса материалдық техникалық базаны нығайтуға көптеген интерактивті панельдер, оқушыларды жабдықтайтын жөніндегі керекті мониторингтер барлығы қамтамасыз етіліп жатыр. Алтын белгі үміткерлері 6 болды. Соның ішінде бізде аудан бойынша ең жоғары көрсеткіш 136 балл Оспан Зарина деген қызымыз аудан бойынша ең жоғары көрсеткішке ие болды. Қалған оқушыларымызда 122-125 балдан жақсы нәтижеге көрсетіп отыр. Барлығымызды болашақта осы оқушыларымыз грант иегері атанады деген үміттеміз. Арыс қаласындағы Сұлтанбек Қожанов атындағы жалпы білім беретін мектебінде 1570 оқушы білім алса, Қара шаңырақ оқу ордасы жаңа оқу жылына 100% дайын тұр. Мұнда да ағымдағы жөндеу жұмыстары толық жасалып, мектеп сыныптары мен дәліздер әктеліп сырланған. Білім саласындағы жаңа заманауи бағыттарды жүзеге асырып келе жатқан бұл ұжымның жеткен жетістіктері мен бағындырған белестері де аз емес. Қазіргі таңда ағымдағы жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Жаңа оқу жылына 100% дайынбыз. Бізде оқу ғимаратында FabLab деген білім алатын арнайы робототехника, 3D жаңа модификация кабинет ашылған. Ол жерде қазір 60-70-ке бала білім алып жатыр. Жарыстарға шығарамыз, осы мектептен дайындаймыз. Баланың талантын ерте ашамыз да. Біз өзіміз осы жерден барып оқып келгенбіз. Осы мектептен белгісіз мұғалім барып, ол жерде ағашта лазерный станокпен қалай кесу керек екенін үйретеміз. Робототехника бар, барлық түрі REF4, M-Bot Ranger, Lego деген сияқты. Солардың бәрін қалай программа жазу керек, жарыстарға қалай дайындау керек, соның бәрін үйретеміз. Арыс қаласының Көктемек шағын ауданында орналасқан Иван Журба атындағы жалпы білім беретін мектебі де жаңа оқу жылына сақадай сай етілген. Ағымдағы жөндеу жұмыстары мұнда да толық аяқталып, мектеп жаңа оқу жылына өз оқушыларын қабылдауға әзір тұр. Бұл ретте білім мекемелері ағымдағы жөндеу жұмыстарына қажетті материалдармен толыққанды қамтамасыз етіліп, ағымдағы жөндеу жұмыстары өз мерзімінде аяқталған. Осылай деген Арыс қалалық білім бөлімінің өкілдері аймақтағы жалпы саны 26 орта мектеп пен 11 бастауыш мектептің толықтай жаңа оқу жылына дайын екендігін айтады. Жалпы алғанда 30 миллионға жуық қаражат бөлінді жергілікті бюджеттен. Сол қаражатқа мектептерге қажетті шаруашылық заттардың бәрі алынып берілді. Сол заттармен жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қазіргі уақытта дайын болып отыр келесі оқу жылына. Оның үстіне бізде қалада қала әкімінің бастамасымен 14 мектеп қатты отыннан газға ауысып жатыр. Жылу жүйелері, сол жұмыстарды жүргіземіз. Оған да 14 мектепке 300 миллиондай қаражат қарастырып жатырмыз. Жаңа оқу жылына барлық мектебіміз сақадай сай дайын болады. Заттардың бәрі алынған. Қосымша оқу құралдары, интерактивті тақталар, қажетті парта, орындық бәрі алынды. Қазір дайын. Аймақтағы білім мекемелері ағымдағы жөндеуден бөлек қысқы маусымға да дайын болып отыр. Ең бастысы бұған дейін қатты отынмен жылтылып келген 14 мектеп биыл табиғи газға қосылады. Абаймаров, Рауан Амангелді, Кемел арнасы.